достар, бүгінгі біздің қысқа және түсінікті видео сабағымызда прозрачный титры көрінетін титры жазамыз. Прозрачный деген қазір істеу барысында көресіздер. Ол үшін бізде бірінші видео материалымыз интернеттен алған. Екіншіден бізге керек new item батырмасынан керек бізге блок видео. Көріп тұрған мен настройкаларым тұрып жүреді. Блок видео аламыз да видеоның ұзындығын қоса қоямыз. Одан кейін бізге керек файл, new, legacy title. Жерге бірден қоямыз. Бұл бізде устаревший заголовок орысша нұсқасында. Заголовок жерге қоямыз. Содан кейін бізге керекті осыдан кейін бізге керек эффектті тауып аламыз. Сол эффекті Tracks Key блок видеоға оны қолданамыз. Сосын Effect Controlстан mat деген сөзінен нолынан үшінші видеоға ауыстырамыз. Реверс галочкасын қоямыз. Содан кейін бізде енді сөз жазу керек. Оны тайтлға келеміз. Тайтл батырмасына біз өзімізге керекті текстті жазамыз. Мысалы, менде текст ол Нью-Йорк. Нью-Йорк жазамыз қазір. Өзімізге керекті шрифт тауып аламыз біріншіден. Керекті шрифт металлық компонал. Сосын жазамыз new. Енді осыны алды, енді жазамыз new York. Енді бізге керекті көлемді үлкейтеміз. Сосын оған текстін қоямыз. Әрине, сіздер басқа жазу болады. Мысалға, басқа қала, басқа ауыл деген сияқты. Біз осылай жазып көрсетеміз. Мысалға. Болды, біздің видеомыз дайын. Енді осыған керекті тректі қоя аламыз, мысалға. Керекті қойып, тыңдауға болады. Мысалға. Пробный просмотрда міне осындай видео шығады. Жазылыңыздар, көріңіздер.